Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Музей күні қарсаңында Жезқазған тарихи археологиялық музейі тарихта өз атыңды қалдыр атты акциясы аясында жинақталған жәдігерлермен сіздерді таныстырады. Жалпы осы акция 2003 жылдан бастап дәстүрлі түрде жүргізіліп келеді. Нәтижесінде қала тұрғындарынан 15 мыңға жуық жәдігер жинақталды. Ал біз бүгінгі көрмемізді этнографиялық жәдігерлерді таныстырудан бастаймыз. Ішік қазақтың әдет-ғұрпында ерекше орын алған. Мәселен, 25 жасқа толмаған жас жігіттерге қасқыр ішікті киюге тыйым салынған. Себебі жігіттің күш қайратын азайтады, немесе ауруға ұшыратады деген сенім болған. Саптама етік. Ішіне киізден астар салып, былғарыдан тігілетін жылы етік. Бұл етіктер әсіресе мал шаруашылығымен айналысатын ер азаматтарға арналған. Ағаш шара. Ағаш шараны Тайжан ақынның немере келіні Гүлдары Оспанова өткізген. Бұл шараға нан ашытылып, ал айт мерекесінде бала-шағаға туыс көрші көлемге бауырсақ салынып таратылған. Піспек. Піспектің бұл түрі іркітті ашытуға арналған. Алдарыңызда тұрған мына тігін машинасы 1919 жылдан бастап Шанхайда өндіріле басталған. Көбелек логотипі бар осындай тігін машиналары КСР жерінде 60 жылдары кеңінен тарала бастайды. Дәл осындай тігін машиналар әйел адамдардың тұрмыстағы ең қажетті заты болып саналған. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы көмірмен қыздырылатын үтік. Алдарыңызда музыкалық аспаптар, бас домбыра, қобыз және ерекше тоқтала кететін мына екі жәдігер сырнайлар. Бірінші сырнайдың иесі атақты ақын Тайжан Қалмағанбетов. Музей қорына өткізуші Қалмағанбетовтың немерелері. Ал екінші сырнай Тайжан ақынның шәкірті Нартай Бекежановтың сырнайы. Бұл сырнайды Тайжан ақынның 140 жылдығына арналған экспозиция ашылу қарсаңында Нартай Бекежанов атындағы мемориалдық музейдің қор сақтаушысы Нақыпов Нұрдәулет өткізген болатын. Музей қорындағы тағы бір құнды жәдігер Шахнама кітабы. Хижра бойынша 1323 жылы шығарылып, парсы, шағатай, түркі тілінде жазылған. Жезқазған қаласының алғашқы имамы Мұхаммедия Байменовтің жеке кітапханасынан алынған. 2018 жылы музейдің 40 жылдығына мемлекет және қоғам қайраткері Әлихан Байменов сыйға тартқан. Инсталляцияда 70 жылдардағы есепшінің кабинеті. Дискісіз телефонның алғашқы түрлерінің бірі символ, әріп, сандарды басатын 70 жылдардағы баспа машинасы. 9 таңбалыдан 13 таңбалы санды басуға арналған арифмометр. Есепшіге ақшаны тасымалдауға арналған саквояж. Назарымызды винтажды электроникаға аударайық. Бұл теледидар 1952 жылдардан бастап шығарыла басталған. Және оның ерекшелігі бұл механикалық телевизордың алдында үлкейткіш лупасы болған. 1961-68 жылдары шығарылған кинокамера Кварц М. Бұл кинокамераның ерекшелігі сол кездегі жастардың әуесқой фильмдерді және де суретпен салынған анимациялық фильмдерді түсіруге арналған. Бұл сол кездегі жастардың армандаған ерекше аппаратурасы болып саналған. Радио қабылдағыш Урал 111. Бұл сол кезеңдегі кеңестік дәуірдегі ең бірінші санатты, бірінші сұрыпты радио қабылдағыш болып саналған. Таспалы магнитофон. Құрметті көрермендер және менің әріптестерім, сіздерді халықаралық музей күнімен шын жүректен құттықтаймын және бүгінгі көрмемізді аяқтаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.